Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі басылмасы мен Вақып Қайырқоғамдық Жәмиеті қоры Қарақалпақстан Республикасы бөлімі тарапынан балаларға берің дүнияны сүрен атамасында байрам кешесі өткерілді. Хәзір ұсақында. Мемлекетімізде ата-ана қарамағынан немесе басқа низамлы уәкілдерінің қарамағынан айырылған балалардың құқықтарын қорғау, социалдық қорғауға мұқтаж балаларды қолдап қуатлау системасын бұндан былай да күшейтуге айрықша әтібар қаратылған. Вақып Қайырқоғамдық Жәмиеті қоры тарапынан шөлкелместірілген ләжді республикамыздың қалақам районларындағы ата-ана қарамағынан айырылған 60-тан астам балалардың күйеулік кепиятын көтеру мақсатында балалар демалу орайында ойын-сауықтар шөлкелместірілді. Міне бүгін фонды тарапынан шөлкелместірілген балалардың әсіресе жәрдемге мұқтаж ата-ана қарамағынан айырылған балаларды демалдыру мақсатында, олардың күйеулігін көтеру мақсатында, олар жәмиетке қосу мақсатында бүгін міне Нөкіс қаласында балалар демалу орайында үлкен ләж шөлкелместіріліп жатырды. Міне бұл ләжға район һәм қалалардан ата-ана қарамағынан айырылған 60-тан астам жастар қатынасып жатырды. Олардың күйеулік кепиятлары жүда жақсы. Біздер өз кезегінде осындай шөлкелместірушілерге үлкен рахметтер айтамыз. Ата-ана қарамағынан айырылған балаларға айрықша әтібар қарату, олардың материалдық һәм рухи мұқтаждығын қанағаттандыру милли қадіриятlarымыздың бірі саналады. Ләж дауамында бұл бағдардағы жұмыстарға айрықша әтібар қаратылып, пайтақтымыздағы пайызлы орындардың біріне байрам дастурханы жайылды. Онда балалар үшін түрлі ойыншықтар тарқатылып, сахналық көріністер қойып берілді. Вақып Қайырқоғамдық Жәмиетілік фонды Қарақалпақстан Республикасы филиалы тарапынан республикамыздағы барша қала һәм районлардағы күйеулі өксік балажанларымыздың көңілін көтеру мақсатында дүнияны берің балажанларға деген дастур асасында тадбирді шөлкемлестіріп жатырмыз. Нөкіс қаласындағы пайызды орынлардың бірінде міне екінші тадбиріміз болып өтеді. Бұл жерде балажанларымызды көңілін көтеріп, әртүрлі ойын зауықтар болып, ойыншықтар менен әртүрлі киім-кешекпен сыйлап, көңілін көтеріп жүру режелестірген. Хақиқатында да балалардың күнделікті тұрмысын жақсылауға үлес қосу, олардың жәмиетте кәміл инсан болып жетілісу үшін айрықша әтібар қаратылған. Себебі бұл олардың келешекте еркін һәм абадан тұрмыста жасау үшін имканият жаратады.